Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Қазіргі кезең ғаламда ұстаз рухтардың өзін сүзгіден өткізу кезеңі. Жоғарыдан пайымы терең, түсінігі кемел болмаған рухтардың 26 жылы ғаламдық миссиясы аяқталып, олар өздерінің жерлік миссиясына қайта оралады. Ұлттық әрі ғаламдық миссияны атқару өз қасиеті арқылы адамзат санасын ояту үшін жоғарғы әлем өте мықты сүзгіден өткен рухтарды ғана қалдырады. Олар ой көзі мен жүрек көзі қатар ашылған, артық сөзден, артық күйден ада, ішкі тазалыққа жеткен болмыстарды ғана әлем бойынша қалдырады. Барлық елде тек сондай мықты мамандар ғана қалады. Себебі қазір жоғарғы кеңесте соңғы 5 жыл сараланып, көптеген дүниенің мәні жоғалғаны анықталып отыр. Адамзатты ояту ниетімен келген биік мақсатты рухтардың өзі жерде жүріп көп нәрсені терең түсіне алмай жатыр. Көргенін, сезгенін, тылсымның белгілерін қорытындылап мәнін аша алмайды. Оған қоса адам пенделік күй, ішкі артық сөз, мойындалмаған көлеңкелерін өзгелерге таңу, ой ретінде сыртқа шығару әлі де басым. Мұндай рухтар 2026 жылы өздерінің пенделік жерлік миссиясына оралып, ұлттық әрі ғаламдық миссиядан басталады. Себебі ғалам қазір үстірт ойланатындарды емес, адамның арғы жағындағы, ғаламның арғы мәнін егер алатын, кемелдікке жеткен рухтарды ғана ғаламдық миссияда қалдырмақ. Ал әлі пісіп жетіліп, өзімен терең жұмыс істеуі қажет рухтар қарапайым жерлік тіршілікке қайтарылады. Таңдаулардың ішінен тағда таңдап, барлығын жаратушының өзі реттейді. 2026 жыл өзімен өзі жүріп, үндемей дамыған, кемелдігін шыңдап, өзін әбден баптаған рухтардың жылы болмақ. Бұл кезеңде өздерін тәрбиелеп, дайындап, әрі сөзі мен ойына өзінен есеп алып, өзімен мықты күрес жүргізген, жарқырап шығуға дайын рухтар алға шығады. Ғалам барлығын өзі реттеп, кезең-кезеңмен дайындап отыр. Ойыңыз таза болып, өзіңізге жүктелген істі анық біліп, өз жолыңызбен жүрсеңіз, жаратушы әр жанға есігін ашқан. Бәрі өз қолыңызда. Ең қиыны да адам үшін де, рух үшін де өз жолыңмен жүру. Себебі жерде адам болған соң, басқаның жолына, басқаның өміріне орынсыз араласып кетеміз. 2026 жыл көптеген құндылықтарды қайта қарайтын жыл. Бұл жылы отбасы, махаббат, адами сенім мен өзара сыйластық бірінші орынға шығады. Бұл ішкі кемелдік сыртқы өмірге айналатын кезең. Ғалам жаңа энергиясымен бірден енді. Осы сәттен бастап тәлімгер періштелеріңізбен рухыңыз әрбір клеткаларыңызбен жұмысқа кірісті. Шын қуатты қалпына келтіріп, болмысыңызды жаңа деңгейге бейімдеуде. 2026 жыл жүрек жылы. Бұл жылы бәрі жүрек арқылы өлшенеді. Қазір ғалам Қазақстанның түкпір-түкпірінен, сондай-ақ шетелдерден мықты миссиямен келген қазақ қыздары мен жігіттерін өз еліне жинауда. Себебі биыл биік рухтар мен шебер рухтардың жылы. Елімізде түрлі кәсіптер, рухани орталықтар, балаларға және халыққа арналған ірі мектептер мен даму орталықтары ашылады. Қандай іс бастасаңыз да, өнерге, экономикаға, білімге, немесе рухани салаға қатысты болсын, бәрі тек жүрегіңіздің шынайы қалауымен ашылуы керек. Егер бірінші орында жүрек емес, өзге мүдде тұрса, ол іс алға жүрмейді. Бұл жылда шешімдер жоғарғы әлем арқылы, таза сана мен ояу жүрек арқылы қабылданады. Өсіп өркендеу үшін ой мен жүректі тең ұстап, саналы әрекет ету қажет. Қалғаны өздігінен реттеледі. Жаңа жыл өз энергиясымен бірден кірді. Жаратқан баршамызды бір сәтке, іске, қызметке, жауапкершілікке шақыруда. Биыл ғаламдық энергияның алапат ағыны жерге түсіп жатыр. Рухани даму бұрын соңды болмаған деңгейге шарықтайды. Шынайы емес, жалған рухани жолда жүргендер бұл ағынға
төтеп бере алмайды, өздігінен ығысады. Ал мақсаты айқын, жүрегінде махаббат, санасында эго жоқ, адамға қызмет етуге дайын адамдар ғана қалады. Бұл жүрекпен өмір сүретіндердің уақыты. Бұл шынайылықтың, тазалықтың, рухтың жылы. Қазір жер бетінде жүрген ешбір адам жай жүрген жоқ. Ешкім бұл өмірге тек ішемін, жеймін, кетемін, жоғаламын деп келген жоқ. Әр адамның алдында да, артында да үлкен биік мақсат, миссия, міндет тұр. Тіпті дәл осы әулетте дүниеге келуіңіз де кездейсоқ емес. Сіз бұл әулетке бір дүниені өзгерту, бір үдерісті аяқтау немесе жаңа жол ашу үшін келдіңіз. Бұрын шамамен 2020 жылға дейін біз қасиет пен қабілет тек арнайы таңдалған аз ғана адамдарда болады деп ойладық. Барлық адамда қасиет бар дегенге сенбедік. Оның үстіне 1991 жылдан бастап елімізде түрлі ағындар, бағыттар, ілімдер кірді. Сол себепті қайсысы ақиқат, қайсысы жалған екенін ажырату қиынға соқты. Халық онсыз да қиналып жүргендіктен емшіге де, коучқа да, психологқа да, финансистке де не бар соның бәріне жүгінді. Бұл ізденістер де керек болған болу керек. Өйткені ізденбеген өзімізді таба алмайтын едік. Не бізге тиесілі, не жай қызығушылық, не сырттан жамылған дүние, осының бәрін ажырату үшін сол жолдан өту керек болды. Солай ізденіп, бір құлап, бір қайта тұрып, қазір адамзат өз жолына келіп жатыр. Өз жолына түсе бастады. Енді біз сырттан емес, өз ішімізді таңдап, ішкі дауыспен, өз қасиетіміз арқылы өзімізді тауып келеміз. Ішкі дауыстың анық, нық естілген сәттен бастап, барлық жауап іштен келеді. Ішкі дауысын ести алған адам өз жолын нақты біледі. Ондай адамда адасу болмайды. Сондықтан бұл аумалы төкпелі кезеңде ең маңызды өз ішкі дауысыңызды тыңдау. Білім алыңыз, бірақ тек санаға емес, жан мен жүрекке қажет білімді аламыз. Кітап көп оқыңыз. Өміріңізде кездескен әрбір адам жаратқаннан, жоғарыдан келген. Ешкім кездейсоқ жолықпайды, барлығы себеппен. Жер планетасы ықтималдық заңы өте жоғары планета десек болады. Мұнда әр жан тәжірибе үшін келген. Әрбір ақиқат айқын болып тұр. Барлық адам қасиетті, әр адамда кие бар, барлығы Құдайдың жоспарымен. Ішкі дауыс бұл сырттан естілетін дауыс емес, ол адамның ішкі түйсігі, жүрекпен сезінуі, ар ұжданы мен сананың терең қабаты. Қарапайым тілмен айтқанда, ішкі дауыс мен үшін дұрыс па, бұрыс па дегенді ойламай-ақ сезіп қою. Логика дәлелдеп үлгермей тұрып, жүректің тыныш немесе мазасыз болуы, бір нәрсеге я немесе жоқ деп іштен анық жауаптың келуі. Ішкі дауыс қалай сезіледі? Ол көбіне тыныштықпен келеді, қысымсыз, дәлел сұрамайды. Кейін уақыт өткенде сол дұрыс екен деп расталады. Мысалы, бара салма дегендей бір сезім. Барсаң, шынымен қиындық шығады. Дәл осы жол деген ішкі сенім. Қорқыныш болса да жүрек тыныш. Неге қазір ішкі дауыс туралы көп айтылып жатыр деп ойлайсыз? Өйткені адамдар ұзақ уақыт дайын шаблонмен өмір сүрді. Сырттан жауап іздеді, өзінен алыстап кетті. Ал ішкі дауыс адамның өзімен байланысты. Ол күшейген сайын адам өз жолын табады, қателік азаяды. Шешім қабылдау жеңілдейді. Ішкі дауыс қалай ашылады? Қарапайым нәрселер арқылы. Тыныштық, өзіңе шындық айту, бір сәт тоқтап, мен не сезіп тұрмын деп сұрау. Жүрекке қарсы әрекет етпеу. Ішкі дауыс айқайламайды. Оны есту үшін өзіңді тыңдай білу керек. Қысқасы, ішкі дауыс сенің ең шынайы компасың. Ол әрқашан бар. Тек кейде оны естуге батылың жетпейді. Ғаламдық архитекторлар қазір жерде. Бүгін барлығы санаға жаңа бағдарлама орнатуда. Көпшілігінің санасындағы ескі бағдарламалар жадынан өшеді. Кейбір оқиғалар есте қалмай мәнін жоғалтады. Өміріңізде миссиясы аяқталған адамдар өздігінен өміріңізден шығады.
баяғыдай жармасып, менімен аралас, мені жақсы көр деп қыстап ешкімді ұстай алмайсыз. Сіздің өз адамдарыңыз, жүрегі мен сенімі, көзқарасы сізбен үндес адамдар жаныңызға келеді. Ортаңыз, тіпті туыстарыңыз да өзгере бастайды. Бәрі жаңарады. Ғаламдық энергия үлкен өзгерістерді алып келуде. Қазір адам ДНК-сі тек генетикалық кодтан ғана тұрмайды. Ол санасы мен жүрегінің дауысы, тәжірибесі, тіпті өткен өмірдің әсері бар терең құрылым. ДНК бұл біздің ішкі кітапханамыз. Ол ұйқы немесе тыныштық, оның құпия бөлмесі. Сол бөлмеде шындық пен болашақ, қабілет пен миссия жазылған. Біз оны сезіп, түсініп, ашқан сайын ғана шынайы күшімізді оятып, тылсым мүмкіндіктерге қол жеткіземіз. Қазір ДНК арқылы біз өзіміз білмейтін ақпараттарды аша бастадық. Бұл ақпараттарды біз рухымыз арқылы шығарып жатырмыз. Рух арқылы ДНК ояту процесі кезінде кейбір аурулар мен блоктар рух арқылы өздігінен жойылады. Денеде бұрынғы жарақаттар мен әсерлер қалдықсыз тазаланады. Генетика арқылы қарап отырсақ, қай ұлтта қандай қабілет немесе тәжірибе басым болғанын, алдыңғы өмірде қандай жолдан өткенімізді, өткен өмірімізден қалған әсерлер мен сабақтарды қазір көріп жатырмыз. Яғни қазір әр адам өз ДНК-сын белсенді түрде аша отырып, рухы арқылы құпия ақпаратқа қол жеткізіп, өз бойындағы күш пен қабілеттерді жаңғыртып жатыр. Осыған дейін тылсым әлем көбімізге үшінші көз арқылы, сана арқылы көрініп келеді. Көптен бері айтып жүрміз. Қазір кеңістікте қасиетте биіктеп жатыр. Енді бәрін екі көзбен көре бастаймыз. Себебі екі әлем, тылсым әлем мен физикалық әлем теңесіп тұр. Олардың барлығы жанымызда. Көздеріңізге көрініп жатқаны да содан. Қимылдап, періштелер алдарыңыздан шығып жатқаны да содан. 2023 жылы екі әлем теңесті деген сөздің мәнін көп адам түсіне алмайды, ал оның мәні дәл осы еді. Енді үшінші көзбен емес, кәдімгі өзіміздің екі көзімізбен көру физикалық және рухани әлем өлшемдерінің бір кеңістікте тоғысуы. Қазір адамдар өз көздерімен алдарында өзге ғаламшарлықтарды да, кемелерді де, тәлімгер періштелерді де, ата тектегі аруақтарды да көріп жатыр. Бәрі жанымызда. Назарларыңызға рахмет. Егер даусым тұнық естілмей жатқан болса, кешірім өтінемін. Себебі жаңа жылдық мейрам барысында, кісі күтіп, басқадан бір мейрамдарды күту барысында ұйқым қанық емес, тәнім шаршаңқы болғандықтан даусымда кішкене шаршау бар. Рахмет.